Аралға құятын екі өзеннің бірі Сырдария болса, екіншісі мынау Амудария. Бұл енді Сырдария қосатын бірі. Кезіндегі осы топ сияқты сигнал мына жерден жан жаққа вид жақсы, сосын биік жерде орналасқан үшін осындай жерде орналасқан, осы жерде от жағылған дейді. Жаңағы тарихи деректер бойынша сақ заманынан, жаңағы кешегі томиристердің кезінен бері келе жатқан сооружение болу керек. Биік қылып салған, сосын бекініс ретінде пайдаланған. Жаңбыр жауып тұрса келу керек бұл. Глинадан салынған. Осы маңайдағы ең биік нүкте болып тұр. Біз үлкен шылпық деген ең үстінде тұрмыз кәдімгі. Мынау бір бекініс орны сияқты. Жан-жағының бәрі шебімен бекіткен. Мына жерде 50-60 километр жер анық көрініп тұр. Амудария өзені. Анау кезінде ит мұрны өтпейтін тоғай болған деген әңгімелер бар. Бұл жерде тұран жолбарысы болған дейді кезінде. Деректер айтылады. Айтылса айтылғандай мынау бір ең биік жерге салынған, қолдан салынған фортификация сооружение. Негізі тас араластырып, мінекей тастар көрініп жатыр. Тас араластырып, глинадан құйған балшықтан биіктігі де бар. Қатқалдарын бар, құрақ үйіліп, шебін бекітілген. Осындай жерге келдік. Тарихи жердің шылпық бекітілісі. Мынау, осы жердің Отпан тауы деп келе жаттық. Сол әңгімеміздің шындығы, растығы міне. Міне жерде тас, мыналардың бәрі өртеніп, күйіп, кәдімгі нетіп қалған, бақып қалған десе болады тастары. Осы міне осының дәлелі. Бұл да жаңағы ұран отын жағатын жер. Яғни біздің ең бірінші жобалап кешегі музейлерден көріп, ойларымыз дәл келді. Мінекей тастар кәдімгі балқыған, өртенген. Соның бәрі міне осылай екен. Қазір енді біздің келген жолымызды көреміз. Мынау мұсағаш мінекей. Мынау кәдімгі не ғой? Репер. Триангуляционный пункт дейді. Кеше осы жерде концерт болып, енді ол этномәдени концерттің орны қалған. Киіз үйлер, анау сценасы, анау кіреберісі, анау кеше ғана салған жол. Үлкен жолдың үстіне бері қарай бір 5 километрдей жер ғой, 4-5 километр жер жолымен туралар жүріп жатыр. Көнш жолы Ақтан шықтым. 8-9 шақырым. Мен келе жатырмын. Жер сәл қапталға айналды. Мұндайдан нұрды көреміз. Жарты жолына жетсем қажем. Амудариядан өтетін мұз 5 метр бар. Балық жеудің орталығы. Мынау жаңағы қуырылған балықтың отаны екен дейді ғой. Амудария.
Көзінше сойып от береді. Sazan. Solga vurlasın solga.